Hello everybody, welcome to our today's lesson. Today we have a tech point lesson and we have to revise and check our old knowledge. We studied classroom instructions and colors, then some new words, and shapes. Do you know? I hope you know about it. Сәлем достар. Бүгін біз жаңа сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін біз чекпоинт, яғни қайталау сабағын өтетін боламыз. Чекпоинт, яғни өзің тексеру сабағы. Ал келесі сабақта барлығын тағы да бір қайталап жіберетін боламыз. Және де біз осы күнге дейін сенімен бірге сыныпта айтылатын, мұғалімнің саған айтатын сөздерін үйрендік. Тұр, кітабыңды ашап дегенде, сонымен қатар пішіндерді өттік, түстерді өткен болатынбыз, Кәне, соның бәрін бүгін бір нақтылап тағы да қайталап алайық. Let's start. Please open your book at page 16. 16-шы бетті көріп тұрсың ғой, Ол жерде не берілген? Ойланып тұрған баланың суреті тұр, Яғни ол бәрін қайтадан есіне түсіріп жатыр. Сен де осы оқушы сияқты барлығын қайтадан есіңе түсіруің керексің. Ол үшін бірінші тапсырманы қара. In the first task you see. Please read with me. Complete. Then find the stickers at the back of the book. Яғни сен істеуің керек. Бірінші осы сөздерді аяқтауың керек. Мысалға, біріншісін қара. Stand up. Stand up. Орныңнан тұр деген сөз. Stand up сол кітаптың артындағы бетіндегі стикерлерді тауып, осы stand up-қа сәйкес келетін стикерді жабыстыр. Окей? Келесі. The next. Sit. Д-дан келетін қандай сөз бар? Water деген сөз бар. Ағылшынша қалай? Айтып жіберші. Yeah, you are right. Sit down. Сен дұрыс айтасың. Sit down. Down деген сөзде D жазылып тұр бізде. Енді қандай үш әріп қалды? O-W-N. Үшінші, төртінші сөзді өзің жазып, артындағы стикер, сәйкесінше стикерлер тауып, жабыстыра қой. I'll give you 2 minutes. Мен саған 2 минут берейін. Окей. Сен таптың, жаздың, жабыстырдың, Окей. The next task 2. Write. Write деп тұр. Write деген ол бізде жазу деген сөз, Сен қазір жазуың керек болады. Назар аударшы сол тапсырмаға. Біріншісінде қандай түстір? What color? Yes, orange. Orange деген сөзді сен жазып білесің. Ол қалай жазылады? O-R-A-N-G-E. Orange. The next. What kind of color? Қандай түсті? Yes, you are right. The second is yellow. Yes, yellow. Yellow. Қалай жазылады? Айтып жіберейін. Қарай қой. Y-E-L-L-O-W. Солай жаза қой. Және осыған сәйкес 3-ті де, 4-ті де, 5-ті де, 6-ны да өзің жаза қой. Мен саған тағы да 2 минут берейін. Let's start. Окей, сен жаздың деген үміттемін. Енді менімен бірге бір осы түстердің жазылған әріптерін қайталап, алфавитті бір есімізге түсіріп алайықшы. Үшінші суретте қандай түс көріп тұрсың? Қандай түсті жаздың сен? Yes, blue. Кәне, blue деген сөзді қалай жаздың? Бірге тексерейікші. B-L-U-E. Осылай жаздың ба?
Very good. Next color. What kind of color? What color? Yeah, it's red. Only 3 letters. Тек қана 3 әріп. Yeah? Қандай әріптер? How do you spell it? Yes. R-E-D. Осы үш әріппен жаздың ба сен? Жарайсың, керемет. The next color. Green. Қалай жазылады? G-R-E-E-N. Green. Very good. And the last color is, it's a favorite color of girls. Yes, it's pink. P-I-N-K. Good job. Жарайсың, керемет жаздың. Міне, бізде қайталау болып жатыр. Және бүгін қайталау барысында сен өз-өзіңді тексеріп жатырсың. Және сабақтың соңында өз-өзіңді бағалайтын боласың. The next page. Келесі бетін қарашы кітабыңның. 17-ші бетті ашсаң, онда астындағы тапсырмаға қара. 4-ші тапсырмаға. О жерде мені тыңда, бірінші listen, point and repeat. Одан кейін қайталауың керек. Then read. Одан кейін оқы. Біріншісінде the first. B-L. Осы екі әріп қосылған кезде бл деген дыбыс шығады, я? Сонда біз қара деген түсті. Бүгін тағы да бір жаңа түс үйренбекшіміз. Қара деген түсті. Black. Бл. Я? Black. Артынан қайталай қой. Repeat after me. Black. Сіздерге ескертейінші, black деген кезде соңында C және K әрпі кеп тұр. Екеуі қатар келген кезде тек қана бір К ғана болып оқылады. Жарай ма? The next. F-L. Full. Да? Flag дейді. Орысшада flag, қазақша ту деген сөз. Ал енді мына жерде сурет тұр сендерде. Менің қара туым. Немесе менің қара туыма қарашы деп айтсақ, look at my black flag. Қане, артынан бірге оқи ғой. Look at my black flag. Look деген қара деген сөз. Қане, қайталай ғой артынан. Look at my black flag. Very good. Good job, my dear. Окей. Бүгінгі сабақ осымен тамамдалды. Бір кішкене қайталап, машықтап алдық, я? Өйткені қайталау әр білімнің анасы деп саналады, я? Қайталамасақ болмайды. Өйткені бұл тіл сабағы. Оның ішінде шет тілі болғандықтан әрдайым қайталап отыруымыз керек. Енді саған тапсырма үйге бүгінгі жаңа өткен түсті жаттаймыз, black деген сөзді, жаңа сөзді flag жаттаймыз және осы екі сөзді қолданып look at my black flag деген сөйлемді жаттап үйден жаттыға қой. Және келесі сабақта бізде тағы да қайталау болады. Сол кезде сен сүрінбей өтуің керек, я? Ол үшін астында бүгінгі сабақта өзіңді қалай бағалайсың? Мысалға астында my smiles report деп тұр. Егер де сен жақсы, барлығын біліп тұрмын, миссис Альфия, мен барлығын біліп тұрмын деп ойласаң, онда өзіңе жұлдызшаны қой. Және сол жұлдызшаны өзіңнің қалаған сүйікті түсіңе бояп шық, окей? Ал егер де сәл кішкене ұмытың құрап қалған болсаң, онда 3 бұрышты боя. Енді нашарлау болып тұрсаң, онда 4 бұрышты бояуың керек болады. Және 4 бұрыштыны боядым деп көңіл күйің түспесін. Өйткені
Бұл онлайн сабақ болғаннан кейін сен міндетті түрде қайтадан артқа оралып, менің сабақтарымды көре аласың. Жарай ма? Көріп бәрін қайта қайталап, дұрыстап ала алатын боласың. Okay, my dear, see you in the next lesson. Goodbye.